Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Қазақша контентті қолдап жатқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға тіс жайында біраз материал ұсынбақшымыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіс ауруын емдемеген жағдайда ол сізді қандай жүрек ауруына шалдықтыратын біліп алыңыз. Ал кеттік, бастаймыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер жүзінде 3,5 миллиард адам тіс ауруларынан зардап шегеді екен. Көпшілігіміз тіс кариесінің, қазақша айтқанда тіс құрт жеуінің инфекциялық жүрек миокардына апаратынын білмейтініміз анық. Тісті емдетпей, құрт жеп қойған тістің тұқылдарымен жүре беру аталған ауруға 100% алып келеді. Бір жүрек миокардын ғана емес, панкреатитпен ауырған пациенттің қанының талдамасынан қызыл еттің қанап жүруін, қант құртты тудыратын микроорганизмдер табылған, ойлаңызшы. Сонымен қатар қатерлі лейкоз, темір жетіспеушілігінен туатын анемия және эндокринді аурулардың бірсыпырасының ағзаны жүдетіп, аурухана төсегіне таңуына осы тіске қалай болса солай қарау себепші. Тіпті кейде терапевт пен гематолог білмей тұрып пациенттің ақ қан ауруына ұшыраған стоматолог дәрігер аңдып байқайды. Өйткені ондай науқастың тісіне ұялаған тастардың сәл тазалаймын дегенде қан бұрқ ете қалып тоқтамай қояды. Содан көңіліне күдік алған тіс дәрігері қан талдауына жібергенде лейкоз анықталып жатады. Өте өкінішті жағдайлар. Профессордың дәрісінде тістің миға жақын орналасқанын әрқашан естен шығармауға кеңес береді. Әсіресе балалар өміріне қауіпті, оларда әрбір инфекциялық үдеріс өте жедел түрде дамиды. Біздің елде жақ бет сүйегі бөлімдеріне қаралатын балалардың көпшілігі тістің асқынып қабынған ауруларымен түсетін көрінеді. Ал Швеция, Финляндия, Жапония жұртында кариестің алдын алуды жақсы жолға қойғандығы сондай, кариес тіпті де жоқ. Ақыр аяғында олар алда-жалда пульпит, кариес, пародонтит сынды аурулар бола қалса, қалай емдейміз деп көршілес елдерге мамандарын жіберіп, қысқа мерзімді оқулардан өткізіп жатады. Ал біздің елімізде бұның бәрі басқаша. Іштегі шарана үшін анасының тіс саулығы аса маңызды. Егер анасында тіс ауруы болса, нәрестенің де тістері сондай болады делінген. Екіншіден, сүт тістерін тазалау керек емес деп көп ата-ана мән бермейді. Ал сүт тістері зақымдалған болса, орнына сау тіс шықпайды. Ол үшін балаға тісі шығысымен күніне 2 рет тісін тазалатып, ас ішкен соң аузын шайғызып отыру керек. Осылай үйренген бала есейгенде де солай әдеттенеді. Бұл қартайғанға дейін тіс саулығының кепілі. Бала көтерген әйелдегі токсикоздың да зияны бөлек әңгіме емес. Құсқаннан соң ауыз дұрыс шайылмаса, бөлінген қышқыл тіске зақым тигізеді. Бұған қоса жүкті әйелдің тістерін емдету үшін ерте келуінде маңызы зор. Алғашқы 3 айдан кейін аяғы ауыр келіншектің стоматолог креслосында 15-20 минуттан артық отыруына болмайды. Өйткені ол іштегі шаранаға зиян тигізеді. Негізі адам ағзасында тіс табиғаты ең бір қатты заттан тұрады. Алайда оның өзі тазалығына мән бермесе, тәттіні көп жесе, газды, қантты сусындарды, тіпті тәтті шырындарды көп ішсе бүлінеді. Біздің елімізде жасы ұлғайған адамдардың басым бөлігі табиғи тістерден адаланып, протезбен жүреді. Ондай болмауы үшін профилактикасына жөндеп қарап, тісті бекітуге септігі бар қатты сәбіз, қызылша тәрізді көкөністерді жеп, етті де былбыратып аспаудың да пайдасы бар. Тіс төмен қарап салбырап тұрғандықтан күнделікті жаттығу жасағандай қайрат жұмсап шайнау керек.
Ол оған күш беріп, түбін бекітіп отырады екен, есіңізде сақтаңыз. Тіс айналасындағы онлайн әңгімеде маман оны тазартатын пасталарды таңдауға да аса мән беруді ескертеді. Фторлы пасталарды пайдаланудың мөлшері тіс тазалайтын ысқыш шөткелердің жұмсақ, қаттылығы бәрі назарда ұсталатын маңызды дүниелер деп санайды. Тілдің үстіне жиналған түрлі микроорганизмдер асқазанға өтіп, ағзаны ауруға ұшыратады. Жалпы ауыз қуысының тазалығы дені сау болуға ұмтылатын жұрттың назарында болуы тиіс. Онымен қадірменді YouTube көрермен, мына материалдан тіс саулығының аса қатты маңызды екенін білдік. Денсаулықты сақтауда ауыз қуысының денсаулығына да қатты көңіл бөлгеніңіз жөн. Кішкентай кезімізден бастап ата-анамыз тісіңді күніне 2 рет шай деп үйретеді. Бірақ адам баласы еріншектікке салынып, тек қана жатар кезде ғана шайып жүрген кездерімізде болған, оның жасыратыны жоқ. Қазіргі таңда өсер ұрпақ, келер жас ұрпақтың денсаулықтарына аса қатты мән беру мақсатында осы тіс саулығына сізде қатты көңіл бөліңіз. Үйдегі балаңызға, немерелеріңізге, шөберелеріңізге тісіңді шай деп айтып отыру да үлкен денсаулықты сақтау маңызындағы сұрақтарға жауап береді. Әрдайым тістің саулығына көңіл бөліңіздер.